Баршаңызға сәлем достар. Жасалуы өте оңай әрі тез. Бір жасалғаннан шығатын печеньенің рецебімен бөлісемін. Үй температурасындағы сары майымызды алып, ыдысымызға салып, жақсылап араластырып езіп аламыз. Онан кейін қант ұнтағын саламыз, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Тағы да араластырамыз. Кукуруз крахмалын салып, тағы да араластырамыз. Бір шымшым тұзымызды саламыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Қамыр қопсытқышымызды саламыз. Өлшеулі тұрған ұнымызды електен өткізіп, ұнымызды саламыз. Осылай вилканың көмегімен барлығын араластырып аламыз. Онан кейін қолымызбенен қамырдың басын біріктіріп, жақсылап илейміз. Өте жұмсақ болуы қажет қамырымыз. Осылай илеген қамырды пакетке салып, 15 минут холодильникке қойып қоямыз. Дайын тұрған қамырымызды алып, керек бөлшектерге бөлеміз. Әрқайсысы 25 граммнан. Осылай барлығын дөңгелетіп дайындап аламыз. Енді дөңгелеп дайындап алған қамырымызды пергамент қағаздың бетіне реттеп барлығын салып шығамыз. Енді қамырдың бетінен қолымызбен кішкене осылай басып шығамыз әрқайсысын. Енді осындай бутылканы алып, какаоға батырып, осылай грибочектің формасын жасаймыз. Видеодағыдай жасасаңыздар, өте оңай әрі тез жасалады. Неке дайын болған қамырымызды қызып тұрған пешке 180 градусқа 20-25 минутта пісіріп аламыз. Печенье дайын болды, өте дәмді, керемет, песочный. Достар, міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Қолжетімді ингредиенттерден жасалады, бір жасағаннан шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.